Бүгін біз осындай тойымды салат дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар және бірге жасаңыздар. Ең бірінші біз картофелімізді суға пісіреміз да, үлкен үкіштен өткізіп, осылай тарелканың бетіне жайып қоямыз. Оның үстіне майонез саламыз, қасықтың көмегімен жағып тастаймыз да, үстіне морковьті саламыз. Морковьті да үлкен үкіштен өткіземіз. Үстіне тағы да майонез жағамыз. Оның үстіне піскен тауықтың төс еттерін қолмен айырып, немесе ұсақтап турап салып шығамыз. Осыдан кейін піскен жұмыртқамыздың ортасындағы сарысын алып тастаймыз да, ұсақтап турап, оны майонезбен араластырамыз. Да, оны қайттан жұмыртқаның ішіне саламыз. Дәл қазір видеоны тоқтатып қойда, менің каналыма тіркеліп ал. Содан кейін тауығымыздың үстіне сиырды үкіштен өткізіп, одан кейін жұмыртқамызды соның үстіне қойып шығамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, ешқандай қиындығы жоқ. Жасап көріңіздер.